Армысыздар ардақты ағайын. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін қасымызда біздің Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, дәулескер күйші, композитор ағамыз Секен Тұрысбеков ағамызбен бірге концертте отырмыз. Енді біздің жобамыз негізінен күйдің, әннің тарихын айтуға бағытталғандықтан, Секен ағамыздың өзінің төл шығармасы Ақжауын күйінің тарихы туралы бүгін өз аузынан естімекшіміз. Ал аға, қалыңыз қалай? Жақсы айналайын. Осы кейінгі уақыттарда бір әдемі бір үрдіс, жаңағы күйдің тарихын қысқа нұсқа аннотация айтылған дұрыс. Мына жас ұрпаққа, келер ұрпаққа күй доступны болу үшін жаңағыдай бір жағы. Сол үшін де мына жобаны соған арнаған едік те. Өте орынды. Әннің, күйдің күйді орындап жатады, жаңағыдай оның қалай шыққаны, не туралы екенін. Содан кейін жастар күйді ұқпаймыз, күйді түсінбейміз деп жатады. Осы жағынан, мысалы, мына жапондарға қарап отырсаңыз, кез келген шығармаға жаңағыдай, сосын мына күйіңізді қысқа нұсқа аннотация айтып бергеніңізді сұрайды. Сол уақыттарда мен мысалы, көңіл толқыны, енді көңіл толқыны туралы мен енді ұзақ айтып отыратын емес, әлі жерде өткел тарихын, тағдырымды жаңағыдай. Сосын жаңағы күй Семей, Невада, Хиросима және Нагасакиға арналған дедім деп. Қоя салдым дегіші. Енді бағыт бердіңіз ғой, болды. Дұрыс. Жаңағы жапондар жылы жақсы қабылдап, қайтадан және сұрап соны. Сондықтан мына күйге әркім өзінше көз алдына сурет салады, елестетеді жаңағы. Күйдің тілі бар дейді ғой. Иә. Енді сөз ұқпаған адам қайтып күй ұғады, мысалы. Керісінше күй ұқпаған адам сөзді қалай ұғады. Бұл бар егіз ұғым. Ал енді мынаған енді күйді түсіну үшін оған көкірек көз, құлақтың саңылауы, ажырата білу, оған аңғарлы адамның қолынан келетін дүние. Не десеңіз, күй өте күрделі, өте толғаулы, ең сырлы, әуезов айтқандай. Және қазақтың қасиеті мен ұяты ол тек қана күйінде қалды деп Мұхтар ағамыздың айтуы тегіннен тегін болмаса керек. Сондықтан енді мына жаңағы Ақжауын күйім, әжелеріміз айтатын, Ақжауын Алланың нұры деп жаңағыдай дей тұрғанмен, ал менің ұғымдағы мына кейбір қоғамдағы қайшылықтардың бәрін шайып кететін шіркін Ақжауын болса, мына ұрпағымыздың келешегі жаңағы олардың бұлғыр болмас екен, бұлт басып тұрмас екен деген сияқты, сол балаларымыз білімді болса екен, кітап оқыса екен, күйге құмар болса екен деген сияқты, ондай балалардың жаны сұлу болады, табиғат таза болады, оның болмысы бөлек болады жаңағыдай. Сондықтан осы күйді мысалы бақшадан бастап, арыдан, қажет десеңіз құрсақтан деген сияқты. Ол ертерек құлағына сіңсе, ол біртіндеп кейін жаңағыдай оны сол күйден ажырата алмайтындай деңгейге өздігінен сатылап келеді соның бәріне. Ал енді музыка, жаңағы балабақшасы, музыка мектептерінде, мысалы, басқа мектептердің өзінде де осы күйді үзіліске шығар кезде, үзілістен қайта кірер кезде көңілді қоятын болса, жаңағы әдемі күйлерменен ол жеңіл болар еді жаңағыдай. Сонымен қатар жаңағыдай тіл де солай, мысалы, бақшадан бастап жаңағыдай. Негізгі тілмен жаңа жақсы айттыңыз аға. Күй егіз ұғым секілді. Әрине. Егер тамырынан ажырамаған бағана құрсақтан дедіңіз ғой, анасы тыңдаса, баласы қазақылыққа, қазақтың ұлттық музыкасына, әніне, күйіне жақын болады да, өздігінен қазақша сөйлейтін ұрпақ өседі. Сондықтан мынау тіл әлгі үнемі айтып жүремін ғой, сөзіңнің сиқы түзелмей, көзіңнің жасы құрғайма деп. Тереңге тартқан тамырды тасқын селкеліп жұлмайма деп. Ол мына өзге тілдер жаңағыдай тасқын селкеліп жұлмайма деп отырғандағы айтайын деген астарындағы дүние. Бұл Несіпбек ағамыздың өлеңі ғой деймін, сіздің әніңіз. Менің толғауыма жазылған. Күшті ән. Онда да жаңағыдай
сыбызғы тең бе сырнайға, тобылғы тең бе ырғайға, уызға жарып өскен ол қазанның түбін қырнай ма? Қайғысын көптің тартпасаң, көк түйін құның тұрмай ма дейді. Жалғыздың үні маңдай ма, жібектің жібі қалдай ма, ұлыған үрей ішінде жараңның аузын тырнай ма? Талауға түскен тұлпардың тұрманы бәлкім жұрдай ма, батқанды бәрі шымбайға батамын мен де түрлі ойға. Көнеден қалған күмбездер шағады мұңын түнгайға. Күмбірлеп шыққан қоңыр күй көңіреліп барып тынбайға. Керемет енді. Несіпбек ағамыздың өлеңдері керемет қой. Терең, ойлы. Сондықтан сүрінген ерге сын қойма, бүлінген елге мен қойма, азапты жанның арызын тас керең тағдыр тыңдайма. Боз көде басы боз торғай, бебеулеп соны жырлайма. Айналып соғып бұл жайға айтуға сірә тілмайды. Тарылған ірген кенімей, тарыққан көңіл жырғайма. Сондықтан бұл поэзияның өзі оны күй деп қарасаң, күйді поэзия деп қарасаң, бәрінің айтайын дегені. Ал енді күйде бұл аударманы қажет етпейді. Поэзияны аударасың ғой өзге тілге мысалы. Түсініксіз болған. Ал енді мынаған тек көкірек көз сияқты. Ол ұлтыңа, нәсіліңе қарамайтын. Сондай жан. Ал енді көңіл толқыны сонау 85 жылы Мәскеуге барғанымызда қаланың сыртында болып, орманның ортасында, аяқ астынан бір нөсір жаңбыр жауып, сонда бәріміз бір ағаш үйдің ішіне кеп тығылдық, екі жақ қабырғасы ашық. Сонда жаңағы дүниежүзінен жиналған жастар, студенттер, солар ортада музыка, бірінің бірі тілін ұқпаса да, музыка оларды үндестіріп, жаңағыдай музыка дәнекер болып арадағы. Сонда бір жаңбырдан түскен жаңбыр кішкентай бір көлшік пайда болып, сол көлшікке жаңағыдай қарап отырып, адамның ішінде жатқан бір жұмбақ болады. Соның шешімін табиғаттан табасың, не бір жақсы адаммен кездескен кезде. Сол тұста жаңағыдай тамшыны мен жаңағы ырғақты жел жағыдай. Сол жел жағыдай жаңбырды қуалап әкеп маған ақы. Ана жаңағы қабырғаға соғады. Сосын түк болмағандай. Енді бір жағыңа қарасың жаңағы шөптің гүлдің басын тербеген самал. Бәрін өзінің сыбырлап бәрін құлағыңа әкеп тұрған. Айтадан дауылдатып. Табиғаттың өзі саған құлағыңа сыбырлап, жаңағы жұмбақ сондай жерде шешіліп, жаңағы. Енді ол мына күйдің туғанның өзінде де 85-тен бері қарай почти 40 жыл.
қарап отырсамыз. Енді 2 жылда 40 жыл болады екен. Ақ жауынды да тартып берсеңіз. Ақ жауынмен бастадық та көңіл толқынмен аяқтап жібердік қой. Ақ жауынды жаңа айтып кетті ғой жаңа тарихы. Бәрекелді. Аға көп рахмет. Алла ғұмыр берсін сізге. Рахмет. Осы ақ жауыныңызды, көңіл толқыныңызды, басқа да әндерге қаншама жаздыңыз, өлеңдерге ән жаздыңыз дегендей. Соның бәрі ұрпақтан ұрпаққа тарап. 16 күй жазған екенбіз, 16 күйді аз деп айта алмайсың. Әрине. Құрманғазы бабамыз 16 күй жазған екен. Тарихта бір-ақ күймен өткен адамдар да бар ғой аға. Дайрабай деген секілді мысалға, иә? Дайрабай, дұрыс айтасың. Керемет, мысалы Түркештің көңіл ашары қандай. Басқа күйлер жазған, бірақ көңіл ашар. Құрманғазының серпері, енді ол күйдің шыңы. Сондықтан. Сіздің күйлеріңізбен, бабаларымыздың күйлерімізбен ұрпағымыз нағыз жаны қазақи болып өсе берсін. Айтқанымыз. Ұлттың нағыз мынау рухымызға әсер етіп жатқан күй ғой, дұрыс айтасыз. Келер ұрпаққа бәріне де күйдей мазмұнды ғұмыр тілеймін. Әумин. Сізге де күй секілді баянды өміршең ғұмыр тілейміз. Рахмет. Рахмет аға. Ағайын, сіздер біздің Секен Тұрысбеков ағамызбен болған ол кісінің күйлері ақ жауын және көңіл толқынының тарихы туралы әңгімемізді тыңдадыңыздар. Пікірлеріңіз болса, осы сұхбаттың астына жаза кетіңіздер және де біздің арнамызға жазыңыздар. Алдағы уақытта қандай күйдің, қандай әннің тарихын естігілеріңіз келеді, оны да пікірге қалдырыңыздар. Аман болыңыздар.